Өте тез жасалатын шоколадты пирогты жасағыңыз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Ыстық сүтке шекер мен какао қосып жақсылап араластырамыз. Ең бастысы шекер мен какао еруі керек, соған мән беріңіздер. Бір шетке қойып қоямыз, қазір бізге бұл пирог жасау барысында керек болады. Басқа таза ыдысқа 4 жұмыртқа, егер сіздерде үлкен отборный жұмыртқа болатын болса, 3 қосасыздар. Және де шекер қосамыз, екеуін жақсылап аппақ пена болғанша миксермен араластырамыз. Яғни видеода көрсетілгенде массамыз 2 есе ұлғаюы керек. Сұйық майды қосып, миксермен тағы да араластырамыз. Жаңағы дайындап қойған шоколадты сүтімізді тағы да бір араластырып алып, жұмыртқалы массамызға саламыз. Біріккен массаны миксермен араластырамыз. Ұн мен разрыхлительді араластырып алып, ситодан өткізіп қосамыз. Онда міндетті түрде 3-ке бөліп қосамыз, себебі бұл пирогымыздың жақсы көтерілуі үшін өте маңызды процесс болып табылады. Пирогымызды 22 сантиметрлік формаға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирогымыз осылай болып шықты. Енді үстіне шоколадный массаны дайындаймыз. Ол үшін бізге шоколад пен сары майды водяной баняда ерітіп алуымыз қажет. Дайын болған шоколадты суыған пирогымыздың үстіне құйып шығамыз. Пирогымыздың бетіне клубника, малина, орех немесе кокосовая стружка қойсақ болады әсемдік үшін, немесе мен сияқты осылай фисташкамен сәндеп шықсаңыздар да болады. Пирогтың дәмі өте керемет болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Ұлжанат Абайқызы.